Өзге банктен. Неше жылға есептей берейін? 10 жылға есептей берейін, е? Айлық қанша аласыз? 180. Мынау езіңіз үшін көрсізде. Мынау банктен алатын сумаңыз строго ес партысы 18%. Мына жерде енді пенсионка 18 мың сонда түсіп тұрма сонда? Пенсионка 18 мың түсіп ма сізге? Пенсионка? Да, где-то выходит так. 20 мың 18 мың. А мынау 22 миллион 487 бұл общая сумма платежей болады, я? Бұл егер 10 жылда солай төлесеңіздер, ой, бетек жапырсаңыз, ол сумма азаяды. А переплата? Переплата общий 12 миллион болады, я, переплата? 10 жылға, да? Енді қараңыз, мына жерде мына сумма адамды алу үшін, біздің айлығымыз жоқ жақсы болу керек та, мына жерде ше. Бұл кісіде қазір жетсем ғой айлық. Егер мына сумма уже бермейді мына суммаға ше. Аз сумма шығарады. Жүсе сенің жартысы бізде енді 90, да, мысалы 80-90 мың платежға шығарып беретін сумма шығарып береді бізге. Сонда 5 миллион, 6 миллион соларға шығарады. Түсінбедім, сонда қазір бізге керегі, допустим, егерде 13 миллион, 10 миллион 400, да? Значит, сіз менше бересіз ба сонда одан? Біз мынау максимальный суммаға жібереміз, бірақ банк аз сумма береді, потому что бұл кісінің айлығы пенсионкасымен 180 мың теңгені түсіп отыр. Иә. Айлығы. Ал мынаған одобрение алу үшін біздің айлығы 2 есе жоғары болу керек. Пенсионкасында бұл кісіге 35-40 мың түсу керек қой. Сонда ғана осы сумма шығарып бересіздер, да? Еще біз историясына қараймыз, жаңа кредитный историясы жақсы. Сонда мынау, иә, пайыздарыңыз? Иә, мынау пайыз бұл кісі 10 жылға алсақ. И то біз 10 жылға алдық. А если біз одан да аз жылға алсақ? 18 пайыз қалады. Жоқ, одан да аз пайызға алсақ, онда ай сайынғы төлем одан да жоғары болады. Иә. Түсінікті, рахмет.